Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 10 минутта кроссворд жасауды үйренетін боламыз. Видеоны бастамастан бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп колокольчикті басып қойсаңыз, менің жаңа видеоларыммен дер кезінде хабардар болып отырасыз. Ал онда кроссвордымызды жасауға кеттік. Кроссвордты біз Learning Apps платформасымен жасайтын боламыз. Жалпы Learning Apps платформасы бізге өте көп тапсырмаларды жасауға мүмкіндік беретін өте керемет бір платформа болып саналады. Learning Apps платформасы бұл мұғалімдерге және педагогтерге тегін қолдануға мүмкіндік беретін керемет бір сайт болып табылады. Сонымен қатар бұл сайтта сіз барлық тапсырмаларды өзіңіз орындай аласыз, немесе дайындарында алуыңызға болады. Бұл сайтта қандай ойындарды ойнатуымызға болады? Сәйкестендіру ойыны, номерлерді табу, топтарға бөлу, суреттерді орналастыру, бос орындардың орнын толтыру және тест тапсырмалары, кроссворд, сонымен қатар дыбыс және аудиоларды қойып, сіз тапсырмаларды оқушыларға орындата аласыз. Learning Apps платформасын қолдану үшін көптеген тілдер бар. Оның ішінде неміс тілі, ағылшын тілі, орыс тілі, түрік тілі. Осы тілдердің біреусімен сіз тапсырмаларды жасай аласыз және платформаны өте оңай қолдана аласыз. Платформаға жалпы шолу жасайтын болсақ, осы все упражнения деген жерді басатын болсаңыз, бұл жерде барлық пәндерді көруіңізге болады. Ағылшын тілінен бастап, бізде экономика пәніне дейін осындай интерактивті тапсырмаларды жасаған, яғни дайын түрлері де бар, өзіңіз жасауыңызға да болады. Өзіңіз жасауыңыз үшін создать коллекция немесе новые упражнения деген жерді басып, өзіңіз тапсырмаларды жасай беруіңізге болады. Мінекей мынау көріп тұрғандарыңыз дайын тапсырмалар. Осы жерде мысалы кез келген тақырыпта таңдап көре берсеңіз болады. Новые упражнения деген жерді басатын болсаңыз, осы жерден түрлі тапсырмаларды жасауыңызға болады. Мысалы, парасын табу, классификация, жылдарды қою деген сияқты мынау көріп тұрған тапсырмалардың барлығын сіз өте оңай жасай алатын боласыз. Платформада тапсырмаларды жасау үшін алдын ала платформаға тіркелген болуыңыз керек. Мысалы, мен алдын ала тіркелгендігімден менің есімім шығып тұр. Сіз создать новый аккаунт дегенді басып, өзіңіздің данныйларыңызды осы жерге жазасыз. Аты жөніңіз, почтаңыз, электронный пароліңіз, осы кодты жазып, создать контакт деп кіре бересіз. Ал менде бар аккаунт, сол үшін логин деп басып кіремін. Мінекей кірдік. Енді осы жерден мынау адамның түрін басатын болсаңыз, менің данныйларым шығады, өзіңіздің данныйларыңыз. Мой вещи дегенді басатын болсаңыз, алдын ала бұрында істеген тапсырмаларыңыз, сақталған тапсырмаларыңыз сол жерден табуыңызға болады. Мысалға, мына бір тапсырманы көрсететін болсам, мен бұны карантин кезінде онлайн ашық сабағыма қолданған болатынмын. Бұл жерде елдерге байланысты осындай кроссворд құрастырғанмын. Суреттерін барлығын өзіңіз таңдап қоя бересіз. Мына жерде бірінші сұрақта Capital of Кыргызстандың астанасы Бишкек деп жазуымыз керек. Одан кейін Enter'ді басып, келесі сұраққа өтесіз. Мына жерде сарғыштау болып тұрған әріптерден мынау астында сөз шығады. Яғни осы әріптердің дұрыс жазатын болсаңыз, астында бір сөз шығады. Сол сөз дұрыс шығу керек. Балаларға сондай тапсырма беріп, ашық сабағымда қолданған болатынмын. Learning Apps платформасында ағылшын тілімен қатар астрономия, биология, география, барлық пәндерді өзіңіз таба аласыз. Біз әдетте ағылшын тілі мұғалімі болғандықтан ағылшын тілі английскийді басып көрейік. Осы жерден класстарды, әртүрлі тақырыптарға байланысты тапсырмаларды таба аласыз. Сонымен қатар мынандай дайын
тапсырмаларда шығады, яғни алдын ала біреулер тарапынан жасалған тапсырмаларды да сіз өз сабағыңызда қолдана аласыз. Енді біз сіздермен бірге новые упражнения деген жерді басып, кроссворд құрастырамыз. Осының астына жүретін болсаңыз, мінекей мына жерде арнайы кроссворд деген бөлім бар. Сол жерді басып тұрып, біз тапсырмаларымызды орындаймыз. Яғни сіз 5 минут немесе 10 минуттың ішінде өте оңай кроссворд құра аласыз. Мына жерден создать новые упражнения дегенді басамыз. Название на указание деген жерге өзіңіздің тақырыбыңызды қойып қойсаңыз болады. Мысалы, менің тақырыбым nouns, art, яғни өнер тақырыбы болатын. Сол себепті өзім жаңылыс қалмауыз үшін nouns, art деп қойдым. Описание деген жерге анықтамасын жазсаңыз болады, немесе өзіңіздің қалауыңызды жазбасаңыз болады. Фоновый картинкаға өзіңіз телефоныңызда, ноутбугыңызда бар суретті қойсаңыз да болады, немесе мына жерден интернет арқылы бір суретті таңдап қойсаңыз болады. Мысалы, менің тақырыбым өнер саласы болғандықтан, мен арт деп жаздым, сол бойынша әдемі бір суретті таңдап қойдым. Мен осы суретті таңдап, использовать дегенді басып, кроссвордында қолданатын болдым. Енді вопросыға келетін болсақ, бұл жерде сұрақтарыңызды текстпен, немесе картинкамен, немесе дыбысты хабарламамен, немесе аудиомен және видеомен сұрағыңызды бере аласыз. Менде текст болғандықтан, текст түрінде сұрағымды жаздым. Сұрағыңызды жазып болғаннан кейін астында ответ деген жерге жауабын жазып қоясыз, яғни кроссвордыңыз соған қарай түзеленетін болады. Келесі добавить следующий дегенді басып, келесі сұрағыңызды жазамыз. Мен бұл кроссвордты English Plus 8 сыныпқа арналған, соның ішінде 6 бөлімде nouns, art деген бөлімге арналған осындай кроссвордтан алдым, соның сұрақтарын қойдым. Яғни сол жердегі кроссвордты мен интерактивті түрге айналдырып оқушыларға ұсындым. Мінеке сұрақтарымның барлығын жазып болдым. Енді ключевой слово қойсаңыз болады. Астына ключевой слово деген жерге, яғни сол кроссвордтан белгілі бір сөз шығу керек. Оны жасасаңыз да болады. Мен және обратная связь дегенге оқушы жасап болғаннан кейін оған well done, яғни жарайсың деген сияқты мотивационный сөздер шығу керек. Мен сол well done дегенді жаздым. Мінеке кроссвордымыз бізде 5 минутта дайын болды. Настроить еще раз дегенді басып, жалғастыра берсеңіз болады. Создать упражнение дегенді басып, тапсырмаңызды аяқтасаңыз болады. Мінеке, аяқталғаннан кейін ол сіздің мой вещи деген жерде сақтаулы тұратын болады. Кроссвордтың астында осындай использовать упражнение деген жерде сілтемелер тұрады. Поделиться деген жерден осы шетін бассаңыз, сілтеме қойылады, сол арқылы жіберсеңіз болады, немесе мына жердегі QR код арқылы телефоныңызға сразу өткізіп алып қолдана берсеңіз болады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін сізге алғысымды білдіремін. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып және комментарийлеріңізді қалдырып кетіңіз. Сонымен қатар осындай керемет видеолар үшін алдағы уақытта хабардар болып отыруыңыз үшін каналыма жазылып қойыңыз. Енді сіздерге сыйлығым бар. Осы видеоның астында описание деген бөлімде 111 деген кодпен сіздерге шақтарға арналған презентациялар жинағын салып қойдым. Егер алған болсаңыз, алдым, рахмет деп жазып кетсеңіз. Рахмет.